Мұғалімі тұрғындарды түгендейтін санақшы, жөндеу жұмыстармен айналысатын сылақшы, көше тазалайтын сыпырушы ма? Шымкентте мектеп директоры мен қарапайым мұғалім соттасып жатыр. Сотқа берген директора ар намысымды таптады деп өтемақы талап еткен 6 миллион теңге. Ал мұғалім міндетіне жатпайтын жұмыстардан шаршағанын айтады. Мұндай сот елімізде өте сирек болады. Бәрі білетін, бірақ солай қала беретін қалыптар бар. Шын мәнде шірік қалып. Тараптарды Айзада Төребек қыз тыңдады. Тараптар деймін ау мектеп басшысы сот біткенше сұхбат бермейтінін айтты. Демалыс болсын жұмысын енді мен айтып отырмын, сабағым жоқ болса да мені шақырып отыр. Сен басшылық хабарласқан кезде трубкасын көтеруге, шақырған кезде келуге міндеттісің деп отыр. Мен онда ешқандай заңнан мен бұл міндеттісің деген сөзді көріп отқан жоқпын. Өйткені менің демалатын уақытым да болады, мұғалімде өзінің шығармашылық күні болады. Бұл тағып отырған айыптармен мен келіспеймін. Келіспеймін деуі Гүлжан Сәлімбаеваға кесір боп жабысқан секілді. Қазақ тілі пәні мұғалімнің басындағы бұл сәуірде басталған. Айтуынша 4-12 сәуір күндері аралығында басшылықтың тапсырмасымен әдеттегідей үй аралау, яғни тұрғындардың статусын анықтау бірнеше оқытушыға қатар жүктеліпті. Тапсырманы мұқият орындап болып, сенбі күні сырқаттанып қалған анамның хәлін білуге шалғай ауылға кеткен едім дейді. Ол күні, яғни аптаның сенбісі күні менің сабағым жоқ болатын. Сол күні қоңырау шалып, дәл бүгін Еңбекші ауданы әкімшілігінен тұрғындардың статусын анықтау бойынша тағы да жұмыс түскенін айтты. Сол жұмыс бойынша шақырып, мені тез жұмысқа келуімді өтінді. Жоқ, директордың орынбасары. Мен келе алмайтын себебімді айттым. Менің анам ауырып қалған еді. Өкінішке орай мен бара алмаймын. Егер барып жатсам орындап берем дедім. Ол біздің міндетімізден тыс болса да, әрине біз мектеп басшылығына бағынышты адамбыз ғой бәрібір. Сонан кейін мен осы 8 сәуір келе алмағаннан кейін, олай болса, Гүлжан, мен сені сол 8 сәуір күні айттым маған. Сен біздің айтқанымызды тыңдамадың. Мен сені 8 жұмысқа келген уақытында директордың алдына кіргізем деді. Сен не үшін кіргізесіз? Мен бүгін жұмыс күнім емес қой. Не үшін кіргізесіз дегеннен, келгеннен кейін көресің ғой деп өзінің жаңа трубкасын қоя салды. Гүлжанның сөзімен айтсақ, осыдан соң қысым жасау басталған. 2 бірдей акт түзілген, сөгісте беріліпті. Мұнан соң ол өткен оқу жылының соңында мектеп басшылығы міндетінен тыс жұмысқа салғанын, қысым көрсетіп, денсаулығына зиян келтіру салдарынан 17 күн ауруханада ем қабылдағанын айтып, елбасының атына үндеу жолдап, білім және ғылым министрі Сағадиевтің атына шағым түсіргенді. Ақыры осы. Қазір Гүлжан Сәлімбаева мектептен бөлек сотқа да барып жүр. Сотқа берген мектеп директоры мен оның 2 орынбасары. Өкінішке орай, мен сондай қысым көріп жатқан мен емес сотқа. Мектеп басшылығы мені берді. Яғни біз бұндай іс-әрекеттер жасаған жоқпыз, мұғалімге ешқандай акт түзген жоқпыз. Есесіне мұғалім біздің репутациямызға, беделімізге нұқсан келтірді деп айып тағып, маған өздерінің талап арызында кінә тағып, сол үшін менен 6 миллион моральдық өтем сұрап отыр. Менің тарапынан ешқандай кемшілік орын алған жоқ. Мен оны ашық айта аламын. Нөмірі 38 мектеп гимназиясындағы жағдайға байланысты ұжым басшысынан қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Сот процесі жүріп жатқанын көлденең тартқан мектеп директоры да, оның сотқа қатысып жүрген 2 орынбасары да сот шешімі шықпайынша сұхбат бермейтіндерін ашып айтты. Хош делік, бірақ әттеген-ай сол, мектептегі ырду-дырду келеңсіздік аймақта бір бұнымен шектелмей тұр. Ал Өмір Шыныбекұлы мұндай міндетінен тыс жұмыстарға жегілмейді. Өйткені тарихшы, құқықтану пәнінің оқытушы өз құқығын жақсы біледі. Өзім қалаған іс-шараларға болмаса, мені ешкім мәжбүрлеп апара алмайды. Қазір бар деген бұйрық маған берілмейді дейді мұғалім. Айта кетейік, Гүлжанның жағдайына алғаш болып үн қатқандардың бірі осы кісі. Өмір Шыныбекұлы қоғамда білім саласында болып жатқан осы сарындағы келеңсіздіктерді жоюдың бір жолы мектепті жергілікті билікке емес, тікелей министрлікке бағындыру керек деген мәселе көтеріп жүр. Өйтпеген күнде мұғалімнің көрген күні осы. Әкімшілік директорға звондайды, директор жаңағы қарамағындағылар сөйтіп көше сыпыртады, әлгі сайлау, санақ сондайға жүгіртеді. Негізі мұғалімнің міндеті тек қана оқу, тәрбие болу керек. Басқа жұмыста басын қатырмау керек. Неге ол көше сыпыру керек? Ол қаланың коммуналды қызметі бар. Олар не істеп жатыр? Оған қаражат бөліп жатыр. Анда-санда мектеп ауласын шығарып сыпыруға болады, балаларға бір еңбекке тәрбиелеу мақсатында. Ал көше жағалатып, кейбір ауылдарда бар, тіпті трассаның бойын жағалатып, тазалатып қоятын.
тіпті анау осы Түркістаннан хабар келді, неден Мақтабай Мырзашөлден кәдімгі мұғалімдерді трассаны күзет тұрып қойып екен, балалар қағып кетпесін деп, балалар қағып кетті. Әлгі жол инспекциясы қайда қарап жатыр ондай болса. Басшылық пен қарамағындағы қызметкердің арасындағы алауыздыққа біз де куә болдық. Сайрам аудандағы нөмірі 49 мектепте. Әсіларық ауылындағы орта мектеп ұстаздарының бір тобы мен ауыл азаматтары жаңа оқу жылын осындай наразылықпен бастады. Мектептегі берекесіздіктен балаларын бұл мектепте оқытудан бас тартқандары бар. Себеп білім сапасы төмендеп кеткен. Қатира дейтін апаймен директор болып келді, осы айқай-шудың бәрі басталып отыр осы. Келгенде 3-ші жыл биыл, 3-ші жыл. Алдында біздің мектебіміз шыны керек районның ондығының ішінде бірінші, екінші орында тұратын. Жылда 2-6-дан ақтап жүретін, 2-6-дан ақтап жүретін. Бұның бәрі басшылыққа байланысты, оқушылар мұғалімдердің арасында ірткір көп табатыр. Кім жақсы сөйлесе, соған сағат көп береді. Дипломына сәйкес болмаса да береді. Ұстаздарды шаршатқан тағы бір нәрсе директорлардың түрлі тексерушілер келгенде ақша жиюы көрінеді. Жұмысқа қабылдаудан бөлек жұмыс сағатын толықтырудың өзі теңгесіз шешілмейтін істейді. 8 жылдан бері жарты ставкамен тәлімгерлікпен музыка пәнін қатар алып келген Досхан Көкенов. Былтыр июньнің 13 күні маған завуч звондады, Мыңбай Мөлдір. Маған келіп кабинетке жолығып кетші деді. Мыңбай Мөлдір. Сөйтіп кабинетке барып жолығып, сенен бір ставка тәлімгер, 1,5 ставкаға туралап береміз, 150 мың теңге бересің деді. Бүгін тауып бересің деді. Сөйтіп мен кешкешін ары ойланып, бері ойланып, ақылдасып, кейін 100 мың теңге беріп, 100 мың теңгені завучтың өзіне бердім, Мыңбай Мөлдір. 50 мың теңгені директордың өзі алды менен. Көтеріп берді. Ставканы көтеріп берді. Биыл қайттан сол жарты ставканы алып жатырмын менен. Түрлі тексеруді айтпағанда мемлекеттік аттестацияның өзінде әрбір 40 мың теңгеден санап бергендерін айтады. Бірақ аттестациядан өте алмай қалғандары басшыдан ақшасын даулап жүр. Бермей қалған бетке айтатын 2 адам. Соның бірі Ерлан Тартуов мектеп басшылары мұғалімдерді жеке бастың шаруасына жұмылдыратынын айтты. Үйіне бар жұмыс еткен, мысалға үйіне бар кірше жаптырды деді. Қанша мұғалім жұмыс етті? 2 мұғалім, 1 электрик, одан кейін ауылдың 1 кісісі, ұста кісісі істеді. Үйіне бар істеген. Оларға келісім бойынша бұларға енді сәл қысым берген, болмаса бір кіршаны 25 мыңға кім жабады? Бір үйдің кіршаны 25 мыңнан беріп жүрген қолдарына. Кім жабады? Мектеп директоры Қатира Жұмабектің өзі мұның бәрін теріске шығарды. Ақша жейді, білім сапасы түсті дегенмен де келіспейді. Ал дүйім жұрттың өзіне қарсы шығуын қарамағындағы бірнеше мұғалімнің өзіне істеп жүрген қырсықтығы деп біледі. Сапалы жұмыс талап еткеннен деп қосты. Ешкімге мен қаталдық көрсеткен жоқпын. Ол нелер осы актіде түзілген. Тек қана білім саласы бойынша талап еттім. Қалай десек те білім саласында мұндай фактілер аз емес. Бұл бізбен сізге мәлім болғаны ғана. Мұғалімнің мәртебесі нақтыланбай көрген күніміз осы. Ол жерде нақты көрсетілу керек. Мұғалімнің міндеті тек қана білім, оқу және білім және тәрбие. Басқа жұмыс жоқ. Нақтылап көрсетілу керек. Сонда тіпті біздің жағдайымызда менталитетке байланысты тіпті оны басқа жұмысқа жеккен міндетіне жатпайтын шенеунік жауапқа тартылады деп оның жазасына шейін көрсетіп қойса артық болмайды бізде. Онсыз әлі даудың талайын көресіздер. Айзада Төребекқызы, Серік Талас, біздің уақыт.